Ғалымдар айтады, дүниені табуда бар ғой, дүниеден табуда адамдар екі топқа бөлінеді. Біреулер ақыреттен кейін өмір бар деп сенетіндер, екіншісі ақыреттен кейін өмір жоқ деп сенетіндер. Ақыреттен кейін өмір жоқ деп сенетіндер не қылады? Оларға қызық емес. Адал, арам деген нәрсені ажыратпайды. Әдеп, мораль, ұят болады. Біздің Қазақстанда мынандай ақымақтар жүр. Сен мынандай нәрсені істей алмасаң, сен Алматының орталық көшесімен тыржалаңаш жүгіресің. Әдеп қайда? Ұят қайда? Ары қайда? Жарайды, ол адамның ол нәрсені жасауға тренингтер бар, сондай ақымақ. Сен ол нәрсені істей, о бейшара онdan деңгейге жетпесе, ол нәрсені істей алмаса, сондай арсыздық жасау керек. Сондай оңбағандық жасау керек. Кейде оның несі шықпайды, сәт түспейді. Кейде оны не қыламайды ол? Істей алмайды. Құдайдың жазғаны қолынан келмейді, ұяңдығы бар, басқасы бар, қолынан келмей қалса, о бейшара оған не бола ма? Кінәлі бола ма оған? Бар бізде сондайлар бар. Себебі бұлар ақыретке сенбейтіндер. Ақыретке сенбейтіндерге түк қызық емес. Сенің адалың, арамың, мораль, ұят болады, әдеп, ар-ождан деген нәрсе жоқ. Себебі ол адам жаман пайдақор адам. Біздің ғалымдар айтады, қорқақтық адамның ішінде болса, ол қорқақтық өмір бақи оған сұрақ қойып тұрады дейді, бір нәрсені бастайтын кезде. Сенімді ма деп сұрайды дейді. Бұл істі бастау сенімді ма? Солай тұрады, әрдайым ішінде басыңда айналып тұрады. Ішінде не отырса? Қорқақтық отырса. Ішінде пайда күнемдік отырса, саған не дейді бірінші? Пайдалы ма деп сұрайды. Бұны істесек бізге бір не түсе ма? Бір пайда түсе ма деп сұрайды. Ішіңде ар ожданың күшті болса, ұятың күшті болса, қазақша айтқан арың күшті болса, арың сақталса, арың білесіз бе сізге не деп айтады? Әділетті ма деп сұрайды. Бұл кез келген адамның ішінде отыратын нәрсе. Қорқақтықта, пайда күнемдікте, несі де? Арда. Ар әрдайым сізден не сұрайды? Әділетті ма? Ең бірінші қоятын сұрағы, бұл жасаған іс-әрекет әділетті ма? Әділетті жасалды ма? Және егер әділетті болмаса, сенің мазаң кетеді. Өмір бақи сол неңнен шықпайды? Ойынан шықпайды. Не болса? Арың болса, арың. Ар ождан болса. Ар ожданың жоқ болса, оның орнын пайда күнемдік басып кетсе, тек пайдалы жағымен тарта береді. Оған не керек емес? Ешқандай ұятың, басқан, мынау ұят болады, ғұрып, әдет, дәстүр, оның ешқайсысы оған не емес? Қызық емес ешқайсысы.